Елордада Нұр Отан партиясының жастар қанаты ұйымдастырған Жастар отанға сыйлығының лауреаттары марапатталды. Шара тәуелсіздіктің 30 жылдығына орайластырылды. Белсенді волонтерлер, жанашыр меценаттар мен қоғамдық ұйым өкілдері 7 номинация бойынша құрметке ие болды. Шараға еліміздің түкпір-түкпірінен 35 пен 16 мен 35 жас аралығындағы 230 адам іріктеліп алынған. Марапаттау рәсімінде Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек егемендік алған алғашқы күннен бастап елімізде жастарды қолдауға және олардың өз қабілетін жүзеге асыруына жағдай жасауға ерекше назар аударылып келе жатқандығын айтты. Сондай-ақ пандемияның бірінші толқыны кезінде 5000 жас отандық елбасы бастамашылық еткен «Біз біргеміз» жалпыұлттық акциясы аясында 320 мың отбасыға атаулы көмек көрсеткенін, жас отан белсенділері Арыс пен Мақтаралды қалпына келтіруге де атсалысқанын атап өтті. Бүгін осы премияның маңызы ерекше, неге десеңіз, бір-екі күннен кейін біз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойлайтын боламыз. Ең қастерлі, қасиетті біздің мерекеміз. Елбасының, президенттің үлкен үлгісімен қазір мына жастарымыз көпшілік, жетерлік. Жалпы біз 30 жылдықты тек қана тойлап емес, шын мәнінде жастар тарихты білуіміз керек. Жастар отанға, жас отанымыз шын мәнінде өте қажетті мемлекеттік емес ұйым, саяси жастардың ұйымы. Сондықтан сіздерге мына белсенді жастарымызға көп байланысты.